хадис былай деп айтады: "Иза арадаллаху би абдихи хайран, аджала лаху ал-уқубата фид дуния." Егер Аллах Тағала бір пендесіне жақсылық қалайтын болса, ол пендесіне дүниеде береді қиыншылығын. "Ва иза арадаллаху би абдихи шарран, амсака анху би занбихи хатта юафа бихи йаум ал-қияма." Ал енді бір пендесіне жамандықты қалайтын болса, Аллах Тағала қиыншылық қалайтын болса, ондай пендесіне оның қиыншылығын ақыретке кешіктіреді. Яғни бұл дүниеде сынақ көрмей, бұл дүниеде ешқандай қиыншылық көрмей жүрген кісілерге олар жеңіс емес. Ол бір жақсылық емес ол. Міне біз жақсы адамбыз, тыныш жүрміз деген ойы ол дұрыс пікір емес екен. Керісінше оны Аллах Тағала кешіктіріп жатыр. Маған айтқанда біріншіден оған мүмкіншілік беріп жатыр тазалануға, пак болуға. Одан тәуба қылып, тазаланып, кешірім сұрамайтын болса Аллахтан, демек Аллах Тағала оны ақыретке кешіктіріп жатыр. Ақыретте оған жазасын 2 есе қылып береді. Ал дүниеде қиыншылық келіп жатқан болса, мұсылман кісіге ол үшін оған жеңілдік болып келіп жатыр. Иншалла ертең күні ол нәрселер үшін ол жазаланбайды, істеп жатқан қателер үшін дүниедегі. Сондықтан адам баласы қандай қиыншылық келмесін Аллахтан, барлық кезде ол Аллахтың қалауымен келіп жатқанын біліп тұру керек. Аллах қаламағанда ол нәрсе келмес еді оған. Аллах Тағала қалады ма, демек бір жақсылыққа көре қалады. Сондықтан иншалла барлық жағдайда сабырлы боламын деген сөзді өзіне Аллахтың алдына сондай бір уәде ретінде беріп қою керек. Ал сабырлар шынында үлкен сыйлық алады Аллахтан. Зумар сүресінде Аллах Тағала бұл туралы не дейді? "Иннама юваффас сабирун ажрахум биғайри хисаб." Шынында сабырлар Аллахтан үлкен сыйлық алады дейді, есепсіз сыйлық алады дейді. "Иннама юваффас сабирун ажрахум биғайри хисаб." Сабыр бауырлар үш түрлі болады екен. Біріншіден ас-сабр аля таа дейді. Аллахқа итаат етуде сабырлы болу. Адам баласы ғибадат жасаған кезде, фарз амалдарды орындап жатқан кезде, Аллах Тағала бұйырған нәрселерді орындап жатқан кезде сабырлы болу. Қандай жағдайда болмасын, мен бәрі Аллах Тағаланың бұйырған әмірлерін бәрін орындаймын. Аллах Тағаланың бұйрықтарын ешқашан қалдырмаймын деп сабырлы болу. Кейбір кісілер бар, біраз ғибадатта сабырлы болып жүреді де, кейін ғибадаттарын тастап қояды. Бұл сабырлық емес. Бірінші адам баласы барлық жағдайда сабырлы болу керек екен. Аллах Тағаладан дуа қылып сабырлықты сұрап, ана айттық қой, кім Аллахтан сабырлы болуды сұрайтын болса, Аллах Тағала сабыр беріп қояды. "Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава" дейді ғой Пайғамбарымыз алейхи салам. Шынында адам баласы істеген жақсы жаман амалына ниетіне қарап сауап алады. Ал кім Аллахтан нені сұрайтын болса, Аллах Тағала оған соны береді. Қай ниет болса, соны береді. Сондықтан кім Аллахтан сабырлы болуды дуа қылып сұрайтын болса, оған сабыр беріп қояды. Сондықтан адам баласы ғибадат жасаған кезде сабырлы болу керек. Сабырлықпен. Бұған тек қана не емес, ғибадаттың үлкен түрлеріне керісінше барлық нелер кіреді. Ғибадат жасағанда рукуда да, қиямда да, сәждеде де адам баласы сабырлықпен, Пайғамбарымыз алейхи қалай істеді, сондай істеуге. Амалдардың қабыл болуына себеп болатын екі нәрсе бар. Біріншісі әл-ихлас дейді. Адам баласы ол істеп жатқан амал шын жүректен Аллахқа деген оймен істеу керек. Яғни Аллах Тағаланың ризалығы үшін істеу керек. Ешқандай Аллахқа серік қоспай, басқа нәрселерді, басқа мақсатты қоспай, бір байлыққа жету үшін, әлде біреудің ризалығын табу үшін емес, жалғыз Аллахтың ризалығын табу үшін істеу керек ол ғибадат. Соны ихлас дейді. Тіпті ихлас не екенін деп сұралған кезде бір ғалым айтады, ихлас дегенің дейді, сен Раббыңа ғибадат етіп жатқаныңды бүкіл адамзаттың бәрі жек көрсе де, олардың ойына ешқандай орын бермей жүрегіңде Раббыңа ғибадат етуің. Не десе соны десін олар. Сен туралы не ойласа соны ойласын олар. Не айтса соны айтсын. Олармен менің шаруам жоқ. Не істесе соны істесін. Раббымның бұйрығы ма бұл, мен оны орындаймын деп Аллахтың ризалығы үшін істе, ол ихлас дейді. Сонда ихлас болу керек. Екіншіден, істеп жатқан амалы Пайғамбарымыз алейхиссаламның амалына сәйкес болу керек. Егер ол Пайғамбарымыз алейхиссаламның амалына сәйкес болатын болса, шын жүректен Аллахтың ризалығы үшін істеп жатқан болса, иншалла ол амалдар қабыл болады. Сол істелетін амалдарды бәрін сабырлықпен істеу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам қалай істеген болса, сондай істеу керек оны. Сондықтан бірінші түрі сабырдың ол ас-сабр аля таа, ғибадат жасаған кезде, Аллах Тағаланың бұйрықтарын орындаған кезде сабырлы болу дейді. Сабырдың екінші түрі ас-сабр анил маасия, харамдан сабырлы болу. Аллах Тағала тыйым салып қойған нәрселерден сабырлы болу. Аллах Тағала осыны харам қылып қойды ма, бұған тыйым салды ма, иншалла мен оны ешқашан істемеймін, оған жоламаймын. Аллах Тағала жек көретін нәрселерді мен істемеймін. Тіпті мен оны ұнатсам да, оны жақсы көрсем де, онсыз маған қиын болса да, мен оны бәрін тастаймын, бұнда сабырлы болам деу пенденің. Онда сабырлы болмағанша, ол дүниеде аман болмайды. Харамдардан сабырлы болмағанша, ол ақыретте сыйлық таппайды. Сондықтан адам баласы сабырлы болуға тиіс харам нәрселердің бәріне. Үшіншісі, ас-сабру алал масаиб дейді. Ол келген қиыншылықтарға сабырлы болу, мұсибаттарға сабырлы болу. Аллах Тағаланың қалауымен келіп жатқан
мусибаттардың бәріне, қиыншылықтардың бәріне сабырлы болу. Мана айтқанымыз басында айтып кеттік, қандай қиыншылық келсе де Аллахтың қалауымен келеді. Ал Аллах Тағала ешкімнен сұрамайды. Саған қандайын жіберейін, қандайға шамаң жетеді деп сұрамайды. Керісінше кімді неге шамасы келетінін Аллах Тағала одан да жақсы біледі. Сөйтеді де оған күнәларын кешіру үшін оған жақсылық ретінде Аллах Тағала сыйлық ретінде жібереді оны. Келіп жатқан қиыншылықтардың өзі, ғалымдар айтады, ол үш түрлі болады екен. Қиыншылықтар бар дейді, Аллахтан ол пендесіне кешірім болып келеді. Сондай сынақтар бар, ол кешірім болып келеді пендеге дейді. Яғни пенде бір қате күнә жасаған кезде Аллах Тағала сол күнәсін кешіру үшін оған сынақ жібереді. Сол сынақ алға оның күнәсін кешіреді, оны мағфира дейді, кешірім болып келді оған. Кейбір пенделер бар, олар ондай үлкен қателік жасап үлгермейді. Қате жасайды пенде бәрі де, бірақ ол үлгермейді пенде қате жасап. Әлде қате жасамай тұрып, оған сынақ келеді Аллахтың қалауымен. Бұл Алланың оған жіберген мейірімділігі дейді, рахма. Аллах Тағала пендесіне жақсылық қалады да, сөйтіп оған мейірімділігін жібереді. Ал кейбір пенделер қате жасайды да, сөйтіп Аллах Тағала сынақ жіберген кезде ол өзінің қатесін түсініп, тәуба қылып Аллахтан кешірім сұрайды. Сөйтіп Аллах Тағала оның күнәларын кешіреді де, оған сауап жазады. Бұл оған кешірім және мейірім болып келеді. Сондықтан ол ешқашан адамға зиян болып келмейді екен, керісінше жақсылық болып келеді. Сондықтан бағана айтып жатырмыз, пайғамбарымыз алейхиссалам қанша қиыншылықтар келді, ол шыдады. Басқа пайғамбарлар қанша қиыншылықтар келді, шыдады. Сахабаларға қанша қиыншылықтар келді, олар бәрі шыдады, сабырлы болды. Неге? Өйткені олар сыйлықтарын ақыретте күткен кісілер еді. Ал дүниеден күтіп жатқандар болатын болса, оларға өте қиын болады. Сабырды шынында тек қана Аллахтан қорыққан, тақуалы, ақыретін дүниесінен көбірек ойлайтын, ақыретін жұмысын дүниесінен бұрын қойған кісілер ғана көтеріп алып жүре алады. Пайғамбарымыз алейхиссалам ең пак адам, ең абзал адам, Аллах Тағаланың ең жақсы көрген пендесі, бірақ дүниеде қандай қиыншылықтар көрді. Қауымын өз елінен қуып шықты. Өзінің жақсы көріп өмір сүріп жатқан Кааба айналасындағы үйі, жері, сол жерде туып өскен еді. Сол жерден қуып шықты. Сабырлы болды ол кісі. Мен бұл жерде жақсы көремін, жоқ бұл жерде қалам деген жоқ. Керісінше ол дінін Алланың ризалығы үшін істеп жатқан ғибадатыма кедергі болмайтын бір жерге кетемін деді. Сөйтіп Каабаға кетіп бара жатқан кезде айтқан сөзі: сен мен үшін ең абзал жерсің. Егер мені сенден қумағанда мен бұл жерден кетпес едім деп айтады. Бірақ кетті сабырлықпен. Сондай бір жақсы көретін жері болуына қарамай. Әлде Таифқа шыққан кезде ол кісіге қандай азап көрсетті мушриктер. Жас балдарын, ақмақтарын қарсы қойып қойды, олар таспен лақтырып пайғамбарымыз алейхиссалам денесіне қанаға бастады, аяқтары қанап кетті. Сонда да пайғамбарымыз алейхиссалам қандай сабырлы болды. Оған періштелер келіп, егер сен иә дейтін болсаң, Таиф қаласын жоқ қылып жібереміз деді. Екі тауды, Аллахтың қалауымен екі тауды жабылатын болса, Таиф қаласының бәрі жоғалып кетер еді. Бірақ ол сабырлы болды. Ол оны ашуланған жоқ. Неге? Ашу адамды жаман нәрсеге алып барады. Әлде кек алу адамды сабырсыздыққа алып баратын нәрсе. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан насихат сұрап келген кісіге пайғамбарымыз не дейді? Я Расулалла, маған дейді, насихат айт дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз оған ля тағдаб дейді. Ашуланба. Я Расулалла, айтыңыз маған сондай бір жақсы нәрсені дейді. Ауысымен насихат айтыңыз маған, өсиет айтыңыз дейді. Оған ля тағдаб. Я Расулалла, маған өсиет айтыңыз дейді. Ля тағдаб. Ашуланба деп оған қайта-қайта үш рет айтты. Неге? Өйткені ашу шынында адам баласында істеп жатқан амалдарын, жақсылығын бәрін құртатын нәрсе ол ашу. Адам сабырсыздыққа алып барады ол. Ал сабырсыздық адамның бүкіл жақсы амалын, жақсы сөзін бәрін жойып жібереді. Сондықтан сен ашуланба дейді. Ашуланбайтын болсаң, иншалла ол барлық жақсылықтың басы ол. Ашуланба дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссалам ашуланған жоқ. Ухудта оған мушриктер қандай күнді көрсетті. Қанша қиналып пайғамбарымыз алейхиссаламның істері түсіп қалды. Басы жарылды. Соның бәріне қарамай ол сабырлы болды. Сөйтіп Аллахтан оларға хидаят сұрайды. Аллахум эхди қауми фа иннахум ла яъламун. Я Аллах, ол қауымын хидаят жолына баста, хидаят жолға түсір. Олар білмейді, ақиқат олар білмейді шындықты. Деп оларға дуа қылып хидаят сұрап жатыр оларға. Әлде басқа қиыншылықтар көз алдында қанша сахабаларды қинады олар. Пайғамбарымыз алейхиссалам өтіп бара жатқан кезде қарайды. Ясир мен Сумайяны мушриктер қинап жатыр. Оның баласы қасында Аммар үшеуін бірге бір отбасының бәрін қинап жатыр. Сол кезде мұсылмандар оларға көмек беретін ешқандай мүмкіншілігі жоқ еді. Егер мұсылмандар ол жерге шығып көмектесеміз дейтін болса, олар мүмкін бәрі сол жерде Аллахтың қалауымен ажал келуі мүмкін бәріне. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам оларға жақындай алған жоқ, көмек берген болған жоқ. Керісінше сөзімен оларға көмек берді. Алыстан тұрып, сабран я әли ясир. Сабырлы бол, Ясир отбасы, фа инна мауидукум аль-жанна, сендерді жәннат күтіп жатыр дейді. Сабырлы болыңдар, сендерді жәннат күтіп жатыр дейді. Сөйтті Аллахтың қалауымен бірінші болып
құлаған ислам дініне құлаған 2 шахид бағана Ясир мен Сумайя екеуі бір күнде шахид болды. Пайғамбарымыз алейхиссалам сол жағдайды көріп тұрып та сабырлы болып. Хаббаб радиаллаху анху айтады, бір күні пайғамбарымыз алейхиссаламға барып біз арыз айттық дейді. Мушриктер оларды қайта-қайта қинай бергендіктен пайғамбарымыз алейхиссалам Каабаның көлеңкесінде отыр еді дейді. Барып оған «Әла тастанфир лана я Расулаллах» деп сұрадық дейді. Бізге көмек сұрамайсың ба я Расулаллах Аллахтан деп сұрағанымызда ол кісі бізге дейді былай деп айтты дейді. Сендерге дейінгі халықтар талай азаптар көруші еді. Олардың кейбіреулерін алып келіп жерге көміп қойып, олардың бастарын арамен екіге бөлуші еді. Сөйтіп олардың еттерін сүйектерінен тарақтармен ажыратушы еді, темір тарақтармен сондай бөліп тастаушы еді дейді. Сондай амалдар да оларды діннен қайтарған жоқ дейді. Сонша қиыншылық көрсе де ол кісілер олар діннен қайтқан жоқ дейді, өз діндерін ұстап қалды дейді. Келеді сондай бір жақсы күн, Аллахтың жеңісі дейді. Ол кезде Сана деген бұл қаланың аты. Сендер Санаадан адамдар шығып дейді, Хадрамут деген екінші басқа қалаға дейді, ешкімнен қорықпай сондай сапар қылатын болады дейді. Сондай бір күн келеді, иншалла Алланың жеңісі, қаладан екінші қалаға шыққан мұсылман кісі ешкімнен қорықпайды, ешқандай жаудан қорықпайды, тіпті өзінің малдарына, қойына, бөріден де қорықпайтын болады дейді. Иншалла Аллах Тағаланың жеңісі келеді сендерге. Бірақ сендер асығыватсыңдар деп айтқан еді пайғамбарымыз алейхиссалам оларға дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам мен мұсылмандардың мушриктерден көріп жатқан қиыншылықтары. Пайғамбарымыз алейхиссалам кейбірде өзінің бауырларынан да осындай жаман сөздерді естуші еді, әлде қиыншылықтарды көруші еді. Бірақ бәрінде де пайғамбарымыз алейхиссалам сабырлы болды. Сол кездерде пайғамбарымыз алейхиссалам «Ярхамуллаху Муса, қад узия би аксар мин хада фасабар» деп айтушы еді дейді сахабалар. Мусаға Алланың мейірімі болсын. Муса менен де көп азап көрді, сонда да сабырлы болды дейді. Бұл сөздің айтуына себеп болғаны бағана бір кісі келіп пайғамбарымыз алейхиссаламға Аллахтан қорқ, әділетті бол деген сөзі еді. Мұсылмандардың да кейбірлері жүрегінде ауруы барлары, әлде дінді дұрыс түсінбегендері пайғамбарымыз алейхиссаламға осындай бір сөздермен зиян жеткізуші еді. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам бәрімен де сабырлы болды. Ал сахабалар осы сабырды пайғамбарымыз алейхиссаламдан үйренді. Оларға талай қиын жағдайлар келгенде де бәріне сабырлы болды олар. Неге? Өйткені жоғарыда айтып кеткеніміздей, кімнің сынағы күшті болатын болса, демек ол иманның күшті екеніне дәлел болады. Ал кімнің иманы әлсіз болатын болса, оған келетін сынақ та әлсіз болады. Ал Аллах Тағала сынақты өзі жақсы көретін пенделерге жіберетінін ол кісілер білуші еді. Хадисте айтқандай, «Инна азамун жаза ма азамин бәлә». Үлкен сыйлықты сен үлкен сынақпен аласың. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Егер Аллах Тағала бір қауымды, бір халықты жақсы көретін болса, оларға сынақ жібереді. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Кім оған риза болатын болса, ол ризалыққа жетеді, Аллахтың ризалығын алады. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطِ. Ал кім оның жек көретін болса, ол Аллахтың жек көруіне қалады дейді. Сондықтан сахабалар ешқашан оларға келген сынақтарды жек көрген жоқ. Керісінше олар оны алхамдулилла Раббымыздың қалауы бұл деп қабылдаушы еді. Анас бин Малик риwayat еткен хадисте былай дейді. Абу Талханың бір ауырып жатқан баласы болды дейді. Яғни анасының өзінің інісін айтып жатыр. Ауырып жатқан баласы болды дейді. Сөйтіп Аллахтың қалауымен Абу Талха қайтып келгенше ол бала үйде қайтыс болған еді. Бірақ анасы ол хабарды Абу Талха айтқан жоқ дейді. Керісінше Абу Талха келген кезде ол баласын сұрады дейді. Балам қалай, қай жағдайда деп сұраған кезде дейді, ол ең тыныш халетте жатыр деп айтты оған дейді. Яғни оның өлгенін айтқан жоқ дейді. Сөйтіп оған тамағын берді дейді. Ол тамағын жеп тойған соң дейді. Сөйтіп екеуі бірге оған төсегін дайындап дейді. Төсекке жатып, төсекке қосылғаннан кейін дейді, оған әйел дейді, сабырлы бол деп айтты дейді. Яғни сенің балаң қайтыс болды деп айтты дейді. Сол кезде ол бірден ашуланып Абу Талха, сен мені неге мұндай ластануға қалдырдың деп, неге хабар бермедің деп ренжіп, пайғамбарымыз алейхиссаламға хабар берейін бұны деп ертесіне тұрып пайғамбарымыздың қасына барған кезде пайғамбарымыз алейхиссалам оларға дейді, арастумул лейла деп сұрады дейді. Яғни қалай түндеріңді жақсы өткіздіңдер ме дегендей қылып, сондай бір немен пайғамбарымыз алейхиссалам бұл хабарды біліп отырған еді дейді. Аллахума барик лахума дейді. Я Аллах, олардың түніне береке бер деп дұға қылды пайғамбарымыз оларға дейді. Аллахтың қалауымен сол түнде ол әйел бала көтерген еді. Ол бала туылды. Ол туылған кезде дейді, Анас, мен ол баланы көтеріп пайғамбарымыз алейхиссаламға алып бардым дейді. Анам оған қосып құрма беріп жіберген еді дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам ол құрмадан алып шайнатты да баланың аузына салды дейді. Сол бағанағы бала Аллахтың қалауымен сондай бір жақсы ғалым болып жетілді. Сөйтіп имам Бұхари риwayat еткен хадисте айтады,
Ибн Уяйна айтады дейді, мен ол баланың 9 баласын көрдім дейді. Яғни Абдулла деп атаған еді ол баланы. Оның Абдулланың 9 баласын көрдім дейді. Бәрі Құранды жатқа білетін балдар еді деп айтады. Қарайтын болсақ, қандай сабырлы болды ол әйел. Ол біліп тұр, Аллахтың қалауымен ол өлген бала енді қайтып келмейді. Ал оған уайым, ешқандай қайғы, айқайдың ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан ол кісі сондай сабырлы болып, Аллахқа деген иманымен, керісінше Аллахтан дуа қылып, жақсы, одан да жақсы перзентті сұрады да жолдасымен бірге қосылып, алхамдулилля, Аллахтың қалауымен ол перзентке жеткен еді. Бұл сахабалардың сабырлығы. Әлде бағана жоғарыда айтып кеткен әйел сияқты. Келіп пайғамбарымызға айтады, я Расулалла, дуа қылыңыз, мен мына аурудан құтылайын. Ол ауру деген әншейін ауру емес. Адам баласы мысалы көшетте келе жатып құлап қалады. Ол не істеп жатқанын өзі білмейді. Денем ашылып кетеді деп айтып жатыр пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз саллаллаху не деді оған? Егер қаласаң сабыр қыл, жәннатты аласың. Әлде дұға қылайын саған, жазылып кетесің деді. Ал ол кісі жәннатты таңдады. Сахабалардың әйелдері шынында сондай еді. Кейбірде үйде дейді аш болып, оларда ешқандай тамақ қалмаған кезде, балдары жылап, аштан отырған кезде де жолдастары сахабалар тамақ іздеп шығып бара жатса, оларға айтушы еді дейді. Я Абдулла, ей Алланың пендесі, іздейтін болсаң, халал тамақ ізде. Халал тамақ алып кел бұл жерге. Үйге харамды алып келме. Өйткені біз аштыққа шыдаймыз, тозақтың отына шыдамаймыз деп айтушы еді дейді. Неге? Өйткені олардың өмірінің бәрі Аллахпен байланысты. Ана шынында Аллах Тағаладан келген сынақтарды олар түсініп, Аллахтың қалауымен болып жатыр деп дұрыс қабылдаушы еді. Сондықтан мұсылман кісінің өмірінде ешқашан оған жамандық болмайды. Қандай бір қиыншылық көріп жатқан болса, соның бәрінде оған сыйлық бар иншалла. Бұл туралы пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Ма юсибу ал-муслима мин насабин вала васабин вала хаммин вала хузнин вала аза вала гаммин хатта шауката юшакуха илля каффараллаху биха мин ал-хатая." Мұсылман кісіге бұл дүниеде келген қандай бір шаршау болсын, әлде ауру болсын, әлде ренжу болсын, әлде қайғы болсын, әлде қиыншылық болсын, тіпті аяғына кірген тікеннің өзінде оның күнәләріне кешірім бар дейді. Қандай бір қиыншылық болмасын оған. Келіп жатыр ма Аллахтың қалауымен, Аллах Тағала оның артынан оған үлкен бір сыйлық жіберіп жатқанын мұсылман кісі біліп отырады. Әлде басқа бір хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, таун туралы сөйлеген кезде, таун ол ауру. Бір елге келетін болса, сол елде өмір сүріп жатқан кісілердің бәрін алып кететін сондай бір ауру. Ол таунды Аллах Тағала дейді, бұрынғы халықтарға азап қылып жіберуші еді дейді. Яғни бізге дейін өмір сүрген кісілерге ол азап болып келуші еді дейді. Аллах Тағала бір пенделері Алланың әміріне қарсы шығып, Аллахтың хүкімдерін орындамай жатқан пенделерге Аллах Тағала таун жіберіп, оларды өлтіруші еді дейді. Фаджаалахуллаху та'ала рахматан лил-муъминин дейді. Ал мұсылмандарға, мұъминдерге Аллах Тағала оны мейірім қылды дейді. Сондықтан егер кім бір елде тұрып жатқан болса дейді, сол елге таун келетін болса, сөйтіп ол сабырлы болып, Аллахтан жақсы есеп күтіп, сол жерде отыратын болса, шықпай, Аллах Тағала оған шахидтің сауабын береді дейді. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз алейхиссаламның бұйрығы, бір ауру бар ел болатын болса, ол елге кірмеңдер дейді. Адам баласы иманын сақтап қалу үшін. Ал кім сол елде тұрып жатқан болса, ол кісі ол жерден шықпасын дейді. Ал сол кезде бағана шықпаған кісі шынымен ол Аллахтан жақсы сыйлық күтіп, иншалла Аллах Тағала бізге осы істеп жатқан амалға жақсы сыйлық береді деген оймен ол қалатын болса, отыратын болса, ол жерде ол кісі шахидтің сауабын алады. Сондықтан сабырлық бауырлар, ол шынында жарықтық. Адам баласын ол дүниенің қиыншылықтарынан құтқаратын, дүниеде қысылуда, тар өмірде өмір сүруден құтқаратын. Дүние өмірі шынында тар өмір ол. Кім Алланың тура жолын ұстанып, хидаят жолын ұстанып, сабырлы болып, Аллахтан сыйлық күтіп, өмір сүрмейтін болса, оның өмірі тек қана қиыншылыққа айналады. Ол өзін бұл дүниеге неге келгенін білмесе, бұл дүниеде қай мақсатпен жаратылғанын білмесе, оған не күтіп жатқанын білмесе, көз алдында тұрған өлімді көріп тұр, өлімнен кейін оған жақсы өмір бола ма, әлде жаман өмір бола ма, соны білмесе, оның жағдайы өте қиын болады. Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Ваман иттаба'a худая фала ядиллу ва ла яшқа." Кім мені дінімді ұстанатын болса, менің хидаят жолыма түсетін болса, тура жолмен жүретін болса, фала ядиллу, ондай кісілер адаспайды, ва ла яшқа, бақытсыз да болмайды дейді. Тәфсирінде ғалымдар айтады, адаспайды және бақытсыз болмайды дегені, адасу ол дүниеде болатын нәрсе дейді. Яғни кім Алланың хидаят жолын дұрыс ұстанып, оны түсініп, Аллах Тағаладан жақсы сыйлық күтіп, сабырлықпен өмір сүретін болса, ол кісі дүниеде адаспайды. Неге? Өйткені ол шариғат заңын біліп, не халал, не харам екенін біліп, екеуін бір-бірінен айырады. Не дұрыс, не дұрыс емес екенін біліп, дұрысын істеп, дұрыс емесінен алыстайды.
сөйтіп ол дүниеде қателеспейді, адаспайды дейді. Уәлә яшқа ал ахиретте ол бақытсыздардың арасында болмайды дейді. Бақытсыздар ол Алланың әміріне қарсы шығып тозақтағы болатындар. Ол кісі ол жерден аман болады дейді. Неге? Өйткені ол дүниеде адаспауға әрекет қылғандығынан Аллах Тағала оны бақытсыздардың арасына түсірмейді дейді. Ал кім менің дінімнен бет бұратын болса, дүниеде тар өмір алады ол. Тар өмір деген сол бағана. Адам баласы білмейді не үшін өмір сүріп жатқанын. Қиналады, тарлық, қай мақсатпен келгенін білмейді ол. Өлім күтіп тұр оның көз алдында. Оған дейінгі өмір сүргендердің бәрі өлді, ол да өледі. Неге? Оған түсінбейді. Аллар қарай оған жақсы өмір бола ма, жаман өмір бола ма, оны тағы білмейді. Сөйтіп ол не істерін білмей, сабырсыздықпен тез ашуланып, әлде ойламауға әрекет қылып, сондай бір тарлықта өмір сүреді. Ал қиямет күнінде ондай кісілерді соқыр қылып тірілтеміз дейді Аллах Тағала. Сол кезде ол Аллахтан сұрайды дейді. Рабби лима хашартани а'ма лақад кунту басира. Ей Раббым, сен неге мені соқыр қылып тірілттің? Мен дүниеде көруші едім ғой деген кезде Аллах Тағала оған жауап береді дейді. Кәзалика ататка аятуна фанаситаха ва кәзалика ал-йаума тунса. Саған шынында біздің аяттарымыз келген кезде сен оларды ұмыттың, бүгін сен ұмытыласың деп жауап береді оған дейді. Саған біздің аяттарымыз келген кезде, мұғжизаларымыз дүниеде келген кезде, ашық көздеріңмен сен оны қарап көре тұра соқырлар сияқты өтіп кеттің ба, бүгін шынында соқыр боласың дейді. Сондықтан адам баласы дүниеде сабырлы болатын болса, ол иншалла адасудан, қиыншылықтан аман болады. Ал ақыретте иншалла ол бақытсыздардан, тозақтан алыс болады. Сондықтан сабырлық ол үлкен пайда. Пайғамбарымыз алейхиссалам сондықтан бізді қайта-қайта сабырлы болуға шақырушы еді. Сахабалардың іштерінен сондай бір тез ашуланатындар бар еді. Тез ашуланғанда олар Алла ризалығы үшін ашуланады. Өйткені сахабалар нәпсі үшін ашуланғандары болған жоқ. Егер олардың тарихтарына тоқталатын болсаң, олардың ашуы не үшін болады? Аллах үшін болады. Ашулану керек болады. Ашуланатын орындар бар. Имам Шафи бұл туралы жақсы бір сөз айтады. Ашуланатын жағдай болған кезде ашуланбайтын ол есек дейді. Адам баласы шынында мұсылман кісі ашуланатын жағдайлар болады. Бірақ ол нәпсі үшін ашуланбайды. Керісінше ол Аллах үшін ашуланады. Егер Аллах Тағаланың сипаттарына қарсы сөздер айтылып жатқан болса, Аллах Тағаланың ақысына қарсы сөздер айтылып жатқан болса, әлде Аллах Тағаланы біреу масқаралап жатқан болса, ондай кезде мұсылман кісі шынында ашуланады. Кім ашуланбаса, ол мұсылман емес сондай жағдайда. Әлде олар пайғамбарымыз алейхиссалам үшін ашуланушы еді. Егер пайғамбарымыз алейхиссалам бір қорлық көрсе, қиыншылық көрсе, олар ашуланушы еді. Досында мұсылман кісі егер пайғамбарымызға қарсы сөз айтылатын болса, оның сипаттары масқараланатын болса, оның айтқан сөздері кекететін болса біреу, сол кезде мұсылмандар ашулану керек. Бұндай кезде ашуланбаған, ол мұсылман емес. Әлде мұсылмандар ислам діні үшін ашуланады. Аллахтың діні үшін олар ашуланады. Егер біреу дін туралы жаман сөз айтып жатқан болса, дінге қарсы әрекет істеп жатқан болса, ол ашулану керек. Әлде мұсылмандар үшін, мұсылмандардың жағдайын ойлап, мұсылмандарға көмектесу, ол мұсылманның міндеті. Мұсылманға біреу зиян жеткізіп жатқан болса, оған көмектесу. Сондай кезде ашуланады ол. Оған ашуланбайтын болса, онда иманның жоқтығы. Сондықтан ашуланатын жағдайлар болады. Сахабалар осындай жағдайда ашуланушы еді. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам сондайды да оларды тоқтатуға әрекет қылушы еді. Сөйтіп бір күні сахабаларға айтады: менен кейін сендер менен көрмеген жағдайларды әмірлеріңнен көретін болсаңдар, не істейсіңдер деп сұрайды. Шынында сендер менен кейін сондай нәрселерді көресіңдер дейді. Иннаха сатакуну ба'ди асаратан ва умуран тункирунаха. Менен кейін сендер сондай бір істерді көресіңдер, сондай бір жағдайларды көресіңдер, менен көрмеген дейді. Сол кезде сахабалар айтады: я Расулаллах, фама та'муруна. Не істейік ондай жағдай деген кезде пайғамбарымыз не айтып жатыр? Ту'туна ал-хаққа аллази алейкум ва тас'алуна Аллаха аллази лакум. Сендер өздеріңнің мойнындағы ақыларыңды беріңдер. Сөйтіп өздеріңнің ақыларыңды Аллахтан сұраңдар дейді. Тіпті әмірлер сендердің ақыларыңды бермей қоятын болса да, сендер оларға қарсы соғыспаңдар, сабырлы болыңдар. Керісінше сендер өздеріңді міндеттеріңді атқарыңдар да, орындаңдар да, Аллахтан өздеріңнің сұраңдар иншалла дейді. Абу Зарға айтқан сияқты: Абу Зар, менен кейін сен менен көрмеген нәрселерді әмірлерден көрсең не істейсің деген кезде, я Расулалла, бастарына қылыш ұрайын боларды дегенде, кел мен саған одан да абзалын үйретейін дейді. Сабырлы бол менімен кездескенше дейді. Мені күт дейді, менімен кездескенше сен сабырлы бол дейді. Әлде басқа бір хадисте айтқандай: егер әмірлеріңден сондай менен көрмеген істер, әрекеттерді көріп жатқан болсаңдар, сабырлы болыңдар менімен кездескенше хауыздың бойында дейді. Хауыз деген ол иншалла пайғамбарымыз алейхиссалам
Кыямет күндө умметине су беретін жер ол. Иншаллах ол өзінің умметине су береді. Ал-Хауд дейді оны. Ол ақида мәселесінде ол айтылады. Ол сол жерде менімен кездескенше сендер сабырлы болыңдар дейді. Сабырсыздықпен жаман нәрсе істеп қоймаңдар. Сабырсыздықпен имансыздар жасайтын амал жасамаңдар. Мана басқа бір хадисте айтқандай, менен кейін сендер имансыздыққа қайтып бір-бірлеріңнің бастарына қылыш ұрмаңдар дегені. Яғни сабырлы болыңдар деп бұйырып жатыр. Сондықтан шынында бауырлар, ол сабырлық адам баласын дүниеде де ақыретте де бақытқа жеткізетін нәрсе. Адам баласы оны дұрыс түсініп, қабылдап, сабырлы болғаны тек қана Аллах ризалығы үшін сабырлы болып, Аллахтан жақсы сыйлық күтіп сабырлы болатын болса, иншалла ол шынында жақсы сыйлыққа жетеді. Ол сыйлықтардың біразын айтып өттік. Бұл сабырда мәселесінде болған біраз аяттар мен хадистер. Бұдан басқа да өте көп аяттар бар, хадистер бар бұл мәселеде. Бірақ біз оның бәрін біле беруден бұрын, егер осы білгенімізге амал жасайтын болсақ, сөйтіп ол амалды Алланың ризалығы үшін істейтін болсақ, кейін ол істеген амалымызға Аллахтан сыйлық күтетін болсақ, иншалла Аллах Тағаланың беретін сыйлығына риза боламыз. Өйткені Аллах Тағала кімге сыйлық беретін болса, оны риза қылады, және өзі ондан риза болады. Ал кімнен Алла риза болатын болса, ол ешқашан қор болмайды, иншалла. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.